Сәлеметсіздер ме қыздар? Бүгін біз сырны рулет дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге комо сыры 300 грамм, кішкене жаңағы светофор болгарский қызыл түсінен салатный листья 5-6 жапырағы, 2 столовая ложка майонез және мында менде адыгейская брынза. Дүкендерде кез келген продуктовый магазинде сұрасаңыз, адыгейская брынза десеңіз тауып береді. Мұнда 200 грамм адыгейская брынза теркадан өткіземіз. Ең алдымен қыздар, біз рулетті бастамас бұрын сіздерде қайнап тұрған кипяток су болу керек. Неге? Себебі біз қазір сырымызды пакетке саламыз. Таза пакетке салып, аузын осылай жауып, ыстық су құямыз үстіне. Ыстық суды неге құямыз қыздар? Себебі брынза сырымызды біз ерітіп алуымыз керек. Әр бетін 10 минуттан, вообще 20 минут ыстық суда ұстаймыз сырды. Су құйдым. Енді осы қалпында, осы бетінде 10 минут тұрады. 10 минуттан кейін келесі бетіне ауыстырып, суын төгіп, басынан жаңағы кипяток құйып, тағы 10 минут ұстаймыз. Біздің сырымыз пока тұра берсін. Енді біз начинкасын дайындаймыз. Начинкасына бізге мынау жаңағы адыгейская брынзамызды 200 грамм адыгейская брынзаны, 2 столовая ложка майонезбен араластырамыз. Осы брынзамызбен жаңағы майонезіміз жақсылап араласу керек. Араластырып болды қыздар. Мұнда бізде 5-6 жапырақ жаңағы листьямыз бар. Жуып, кептіріп қоямыз. Және светофор болгарскийдің көп емес, бір жартысынан аз бөлігін алып, осылай соломкой қылып тұраймыз. Біздің міне сырымыздың қыздар бір беті 10 минут тұрды. Енді осы суын төгіп тастаймын. Төгіп тастадым. Енді мына бетіне ауыстырып, үстінен тағы су құямын да тағы 10 минутқа қалдырамын. Тағы 10 минуттан кейін қыздар сырымыз дайын болады. Біздің сырымыз қыздар еріді. Ыстық суда 20 минут тұрды. Енді дәл осы күйінде, пакетте тұрған күйінде оқтаумен ақырын жайып шығамыз. Бұл кезде қыздар өте жылдам қимылдау керек, себебі сыр
tez қатып қалады. Сондықтан tez қимылдаймыз. Сыр осындай размерге келгенде пакетімізді кесіп алып тастаймыз. Алдын ала қыздар фольга дайындап қоямыз, 2 қабат. Мен фольганың бетіне төсеп, енді қалғанын қолмен жай берсек те болады. Өте жылдам қимылдау керек, қыздар. Және де мынау біздің жасап жатқан комнатамызда, жаңа кухнямыз қатты салқын болмау керек. Салқын болса, немесе есік ашық тұрса, сырымыз тез қатып қалады. Фольганың астын майлаудың керегі жоқ. Міне көріп тұрғандарыңыздай керекті размерге дейін созып жайып алдық. Енді осы сырымыздың бетіне жаңағы дайындап қойған начинкасы, брынза мен майонез екеуін қолмен жағып шығамыз. Брынзамызды жағып шықтық, қыздар. Енді салатный листьяны жаңағы менің рулетіміздің ортасына жайғастырамыз. Салатный листья жайғастырып шықтық. Енді жаңағы тураған болгарскийді осылай жан-жанына қойып шығамыз. Қойдық. Енді бұл жерде жаңағыдай тығыз болып ораймыз. Фольгамен емес, кәдімгідей қолмен орай береміз.
Бұл рулетті қызар пісірмейміз. Дәл осы күйінде біз бұны морозильникке салып қоямыз. 1-2 сағат, 2 сағат морозильникте тұрады. 2 сағаттан кейін холодильникке салып қоясыздар. Қыздар, рулетті орадық. Енді сыртын фольгамен орап екі шетін бекітеміз. Дәл осы күйінде қыздар морозильникке 2 сағатқа қоясыздар. Морозильниктен кейін тағы бірнеше сағат холодильникте тұрады. Содан соң алып дастарханға кесіп қоя берулеріңізге болады. Барлықтарыңызға ас болсын, қыздар, жасап, дәмін татып көріңіздер.